сәлем. Бұл арна жүрекке жететін әңгімелер мен ерекше ертегілер әлемі. Егер саған қиял мен шынайылық араласқан оқиғалар ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыр. Ал енді ертегі басталады. Айсұлу мен Аслана. Ертеде бір ауылдың шетінде, биік таудың баурайында орналасқан шағын ғана үйде Айсұлу есімді дана әйел мен оның кішкентай қызы Аслана өмір сүріпті. Айсұлу жесір қалғанмен ешқашан үмітін үзбейтін, өмірге құштар жан болыпты. Қызын жалғыз өзі тәрбиелеп, бар мейірімін, даналығын, адалдығын бойына сіңіріпті. Аслана өте зерек, әрі мейірімді қыз болып өседі. Ол анасының жанында жүріп, жүн иіруді, кесте тігуді, тағам дайындауды, дәрілік өсімдіктер жинап, ем жасауды үйренеді. Бірақ ең бастысы, анасының жүрекпен тыңдап, жүрекпен сөйлеу өнерін бойына сіңіреді. Бір күні ауыл маңындағы орманға белгісіз бір қара тұман жайылып, ел ішінде түрлі сырқаттар көбейе бастайды. Адамдар әлсіреп, естерінен адаса бастайды. Жұрт бұл қара көлеңкенің қарғысы дейді. Ауыл қариялары бұл тұманды тек жарық көзді қыз ғана сейілте алады депті. Ол қыз жүрегінде тазалық пен мейірімді шексіз мөлшерде ұстай алатын, адал ниетті жан болуға тиіс екен. Анасы Айсұлу қызына қарап: «Қызым, сенің жүрегіңде сол жарық бар. Бірақ бұл сапар оңай емес. Тек батыр ғана емес, таза ниетті болу керек» деп жол сілтейді. Аслана шешесінің ақ батасымен жолға шығады. Ол таудан асып, өзеннен өтіп, орман ішіндегі тұман қаптаған қараңғылыққа қарай беттейді. Жолда ол түрлі сынақтардан өтеді. Аш қасқырларға жем болғалы тұрған кірпі баласын құтқарады. Тікенге оратылып жылап жатқан кішкентай гүлді ажалдан арашалайды. Сөйтіп жүріп жүрегіндегі жарықты одан сайын күшейтеді. Ақыры орманның ортасына жетіп, тұманның себебін табады. Бұл тұман бір кездері анасына деген сағыныштан тасқа айналып кеткен кішкентай қыздың көз жасы екен. Қыздың жаны тыныштық таппағандықтан қара тұман ауылға тарапты. Аслана жүрегімен сөйлеп, кішкентай қыздың жанына тыныштық сыйлайды. «Сен жалғыз емессің. Анаң әрқашан жүрегіңде. Жүрегіңдегі жарықты есіңе түсір» дейді. Сол сәтте тұман сейіліп, күн нұры орман ішін жарыққа бөлейді. Ауыл аман қалады. Аслана ауылына жеңіспен оралады. Халық оны жарық жүректі қыз деп атап, анасы Айсұлуға шексіз алғыс білдіреді. Ертегі соңы.